Мәссаған мен өз күшімнен айырылғаннан кейін осы велосипедпен жүреді деп ойламаппын. Күшімнен айырылған жаман екен. Енді мен ең әлсіз дәрежедегі флешта жүрмін. Себебі менде күшім жоқ қой. База жоқ енді тура осы велосипедпен жүруге тура келіп болып тұр. Себебі күшімнің ешқайсысы жоқ. Бірақ басқа күштері ашу үшін маған ақша керек. Ақшаны қайдан алса болады екен? Маған ақша керек болып тұр. Енді ақшаны қайдан тапсам болады екен? Мәссаған енді мен ақша табу үшін маған жұмысқа тұру керек сияқты ғой деймін. Мына жақта мен дауыстар естіп жатырмын ғой деймін. Қазір барып қайдым. Не дауыстар екен? Bir нәрсе болып жатыр ғой деймін. Жақта қазір осы жерге барайын так көрейін. Мына жерде біреулер ұрғанның дауысын естіп жатырмын. Қазір мына жерді тыңдап көрейін не болып жатқанын. База жоқ, мыналар екеуі бір адамды ұрып жатыр ғой. Мынаны не істеп жатыр? Көмектесіңдер, мені ұрып жатыр, бандиттер ұрып жатыр. Жап аузыңды, бізге ақша бермеген үшін қазір сені ұратын боламыз. Сен ақша бермедіңсің, қазір сені одан сайын ұрып тастайтын боламыз. Мәссаған база жоқ, мыналар бандиттер бір адамды ұрып жатыр ғой деймін. Шынымен де ақшаны тартып алайын деп тұр ғой деймін. Ондай болса бұлардың қазір көздерін құртуым керек. Ол үшін қазір мен өзіме дубинка алып алайын. Так, мен дубинка алып алдым. Енді қазір мыналардың көздерін құртпасам. Так, мәссаған база жоқ. Сен кімсің? Не істеп жатсың? Бізге тиіспе? Қазір сендердің көздерін құртатын боламын. Сендер неме етті қоймай етсіңдер, адамды ұрып. Мәссаған мынау қайта ойнап кетті ғой. Сен кімсің? Сен білмейсің біз бандит екенбіз не? Мәссаған қазір сенде көзін құртатын болам. Мәссаған болды, енді ешкім тиіспейтін болады. Аға тұра берсеңіз болады. Мәссаған рахмет. Сен құтқармасаң алармен ұрып жет. Сен флешсің ба? Рахмет саған флеш. Мен флешмын ғой, бірақ менің қазір ешқандай күшім жоқ. Сондықтан мен осындай дубинканы ұстауға тура келіп көп тұр. Себебі күшімнің барлығынан айырылып қалдым ғой. Мәссаған жаман болып тұр. Ондай болса күшімді ашу үшін не істеу керек? Маған ақша табу керек. Мен ондай болса жұмысқа тұрайын деп едім. Ақша тауып. Мәссаған сен мені құтқардың. Сондықтан мен саған қазір $100 берейін. Ал $100 ма? Мәссаған аға рахмет. Так $100 дадым. Аға рахмет, бұндай болса мен кете беремін. Давай флеш, басқа күштерін аша бер. Базар жоқ, аға маған $100 бет. Енді ондай болатын болса мен $100-ға қазір екінші дәрежедегі костюмді ашамын ғой. Базар жоқ, ондай болса тезірек кетіп қалайын. Мен қазір екінші дәрежедегі костюмді ашуым керек, бірақ мен ешкім көрмейтін жерге барып ашуым керек сияқты. Қазір мына жаққа барайын, мына жерде ешкім жоқ сияқты ғой деймін. Қазір осы жерде тұрып өзімнің екінші уровеньдегі костюмді ашып көрейін. Ол қалай болады екен? Так, достар, мен екінші уровеньдегі костюмді аштым. Мынандай бронясы бар костюм флешін аштым. Тура велосипедпен түсіммен бірдей болып тұр ғой. База жоқ, мен екінші дәрежедегі костюмді осындай алып болады деп ойлап. Енді бұның күші бар ма екен, әлде күші жоқ па екен? Так, күші жоқ сияқты ғой деймін. Екінші дәрежедегі костюмнің күші сол сияқты жоқ сияқты. Бірақ енді қалай болмаса да тағы да ақша тауып үшінші дәрежедегі костюмді ашып қаланы құтқаруым керекпін. Себебі үшінші дәрежедегі костюмде күш болатын сияқты ғой. Себебі екінші дәрежедегі костюм мынандай болатын болса, үшінші дәрежедегі костюм мынадан да мықты болатын сияқты ғой деймін. Ондай болса кеттім мен қазір. Тағы да бір тапсырмаларды орындап келейін. Болмаса маған ақша табу керек қой. Ал ақша табу үшін маған бір жұмысқа тұру керек па, әлде бір адамдардан құтқару керек па, бір нәрсе істеу керек. Қазір енді қаланың бәрін тексеріп қайдым. Тағы да бандиттер бар ма екен? Жаңағындай адамдар тонап жатқан, солардың көздерін құртып ақша табайын. Болмаса мен үшінші дәрежедегі костюмді аша алмаймын ғой. Сондықтан қазір бар бүкіл қаланың бәрін құтқарып қайдым. Бандиттер бар ма екен? Әлде жоқ па екен? Так, мына жақты көріп қайдым. Мына жақта бандиттер бар ма екен? Әлде жоқ па екен? Мәссаған мен бүкіл қаланың бәрін аралап шықтым, бірақ ешқандай да тапсырманы таппадым. Енді не істесе болады екен? Ақшаны қайдан тапса болады екен? Бірақ ақшаны табу үшін маған жұмысқа тұру керек сияқты. Себебі ақшаның бүкіл қаланың бәрін іздеп шықтым, бірақ таппадым. Енді не істесе болады екен? Ақшаны қайдан тапса болады екен? Так, достар, мынау маған таныс адамдар ғой. Мына Веном ба? Мәссаған мында Веном жүр, жейді обратный флеш жүр. Құлап түстім ғой кішкене. Қазір осы жерге қараймын, мына не істеп жатыр екен? Так, қазір тығылып қалайын мына машина артына. Мына бір нәрсе істеп жатыр ғой. Базар жоқ, обратный флеш. Біз банкы тонаған жақсы болды. Себебі көрдің бе, біз қаншама ақша тауып алдық. Енді біз бай болып кететін боламыз. Көрдің бе, қанша ақша тапқанымызды? Дұрыс айтасың, Веном. Біз екеуміз енді бай болатын боламыз. Банкын тонағандай жақсы болды. Енді біз мына қаладағы ең бай болатын боламыз. Енді тағы да банк тонайық, давай көп ақша табайық. Мәссаған достар, мыналар шынымен де банкы тонаған екен ғой. Бәсе ақшаның бәрін қайдан алды десем, мыналар шынымен де екі зұлым кәдімгідей бірігіп ақшаны жинап жатыр ғой деймін. Ондай болса мен бұлардың көзін құртуым керекпін, бірақ бұлардың көзін қалай құртсам болады екен? Бұларда супер күштер бар ғой, сондықтан бұларды құрта алмайтын сияқтымын. Сондықтан бұлар көрмей тұрған кезде мына машина алып кетейін. Қазір қарамай тұрған кезде, әйтпесе бұлар шынымен де қазір менің артымнан келіп мен ұрып тастауы мүмкін. Сондықтан бұлар қарамай тұрған кезде, әңгімелесіп тұрған кезде машинасын былай алып кетейін де кетіп қалайын. Базар жоқ, мына көрмей тұр ғой деймін. Қазір мен шынымен кетіп қалатын сияқтымын. Тоқта, біздің ақшамыз сен алып кеткенін қазір сен көзін құртатын боламыз. Веном, ұстананы. Мыналар қайтадан оянды ғой деймін. Мыналардың көзін құртуым керекпін сияқты. Қазір қолыма қару жарақ алып алайын. Мыналардың бәрін көзден құртып тастаймын. Қазір бас былай атып тастаймын. Мыналар бәрін мені өлтірейін деп жатыр ғой. Тезірек кетіп қалайын. Мына Веном шынымен де қазір мені ақшаны тартып алайын жатыр. Обратный флеш кетті. Мен тезірек кетіп қалайын. Болмаса мыналар
қазір өздерінің күшін қосып мені артынан келуі мүмкін. Сондықтан тез кетіп қалайын. Ема базар жоқ. Қаншама ақша тонап кеттім. Артынан келе жатқан жоқ па екен? Жоқ, обратно флеш артта қалып қалды ғой деймін. Базар жоқ. Мынаның ішінде қаншама ақша бар. Ема қазір осы ақшаны қолданып мен өзімнің костюмді көбейтетін сияқтымын ғой деймін. Ондай болса мен қазір мына жерге барайын. Мына жерде ешкім жоқ екен. Как раз осы жерге мен өзімнің 3-ші дәрежедегі костюмді ашатын боламын. Ол қандай болады екен? Қазір көретін боламыз. Так, мына жерден кіре алмай жатырмын ғой. Бұлай кіріп кетейік. Енді болды. Осы жерде мен мына ақшалардың бәрін қолданып 3-ші дәрежедегі костюмді ашатын боламын. Ол қандай болады екен? Қазір осы ақшаны құртатын боламын. Мәссаған, мен ақшаның бәрін құртып тастадым. Мен тағы да қандай күш ашылған екен? Ема, мен түрімді көрдіңдер ме? Мәссаған, кәдімгідей мықты флеш қой. Енді мен флештің арасында ең мықты боламын. Себебі мынандай флешті мен бірінші рет көрдім. Так, достар, менің күшім қосылды, қараңдар. Ема, бәсе, менің күшім қайда кетіп қалды десем, мен 3-ші дәрежедегі костюмді ашып едім. Менде мынандай күш пайда болды ғой. Базар жоқ. Мына күште тағы да қандай күш бар екен? Қазір көрейік, бұл не істей алады екен? Қазір мен өзімнің супер күшімді қосатын боламын. Так, достар, қараңдар. Мен кәдімгідей уақытты тоқтатып тастадым, көрдің ме? Адамдардың бәрі тоқтап қалды. Енді мен спокойно бүкіл қаланың бәрін осылай жүрсем болады. Енді ешқандай да зұлымдар мені қаша алмайды. Себебі мен осындай уақыт тоқтатамын да оларды ұстап алатын боламын. Сөйтіп түрмеге апаратын боламын. Енді болды, мен супер қаһарманға қайтадан айналдым. Ема базар жоқ, көрдіңдер ме достар? Мен өзімнің бұрынғы күшін қайтадан қалпына келтіріп алдым. Мені тағы да бұл күш тағы да не істей алады екен? Қазір көрейік. Бұл менде флештің күші өте мықты сияқты ғой демек. Достар, бұның тағы да қандай күші бар екен? Қазір көретін боламыз. Бұл тағы да не істей алады екен? Қазір бұның тағы да көп күші бар сияқты ғой демек. Достар, мәссаған, мен андай торнадо жасап жатырмын. Қалай тез жүргенін байқадыңдар ма? Ема базар жоқ, кәдімгі мықты ғой флештің күші. Бұрынғы күшімнен қарағанда да өте мықты ғой. Ема, мынандай мықты болады деп ойламаппын. Бұның тағы да қандай күші бар екен? Ема, достар, көрдіңдер ме? Бүкіл машиналардың бәрін итеріп бастап жатыр. Менің күшім қаншама мықты болып кетті. Тағы да көрейік, не істей алады екен? Ема, бір ударымнан машина аударып кетті. Базар жоқ, қазір машина жарып кететін сияқты бір ударынан. Ема, андай мықты болады деп ойламаппын. Мәссаған, шынымен де флештің күші өте мықты екен. Бұның тағы да қандай күші бар екен? Қазір көрейік. Мен тағы да күшімді қосқан сияқтымын деймін. Бұл қандай күш екен? Қазір көретін боламыз. Базар жоқ, бұл тағы не істей алады екен? Ема, достар, мен любой заттан өтіп жатырмын. Қараңдар, достар, мен зданиеден өте аламын ба? Ема, мен зданиеден спокойно өтіп кеттім. Базар жоқ, мен кәдімгі любой заттан өтіп кетемін ғой. Бұл деген ешқандай заттар ұстай алмайды. Мен таудан да өтіп кете аламын. Ешқандай заттар мені ұстай алмайды. Енді көрдім, машинадан былай өтіп кетіп жатырмын. Ема, менің күшім қандай мықты. Базар жоқ, мен ең мықты қаһарман болып кеттім ғой. Енді бұл күшті тағы өшіріп қойын, болмаса қазір машиналарды жарып тастайын байқаусыздан. Ема, базар жоқ, енді не істесе болады екен? Мен өзімнің күшімді кішкене өшіріп тастадым. Күшімді әйтпесе мен бүкіл қаланың бәрін кіріп тастадым ғой байқаусыздан. Енді қазір кішкене күшімді өшіре тұрып, мен 4-ші дәрежедегі костюмді ашуым керекпін қайтсем де. 4-ші дәрежедегі костюмді ашу үшін не істесе болады екен? Так, мына жерде мынау Симон емес па? Мына Симон ғой. Ассалаумағалейкум, Симон, мында не істеп жатсың? Уағалейкум ассалам, сен флешсің ба? Мен шынымен де флешім, көрдің бе? Мен өзімнің 3-ші дәрежедегі күшімді ашып алдым. Мен маған 4-ші дәрежедегі күшімді ашу үшін маған $100,000 керек болып тұр. Базар жоқ, сенің кәдімгідей мықты флеш болып кеттің ғой. Менде бір тапсырыс болып тұр еді, сен ондай аласың ба? Не тапсырыс? Маған ақша керек болып тұр еді, ақша ғана жұмыс істеймін. Мен саған ақша беремін, $100,000 беремін. Мен саған бір пицца беремін, сол пиццаны 5 минуттың ішінде қаланың шетіне шейін апарып тастау керек бір адамға. Сол пиццаны жеткізсең, мен саған $100,000 беретін боламын 5 минуттың ішінде. Сен тез жүресің ғой, сол 5 минуттың ішінде апара аласың қаланың шетіне пиццаны? Базар жоқ, 5 минуттың ішінде қаланың шетіне дейм ба? Мен спокойно апарып тастаймын ғой. Ондай болса мен саған қазір пицца беремін, сол пиццаны қаланың шетіндегі адамға беріп қайт, жақсы ма? Жарайды, ондай болса мен қазір пиццаны апарып тастаймын. Сонда маған шынымен де $100,000 бересің ба? Шынымен де $100,000 беремін пиццаны апарып тастасаң ғана. Жарайды, ондай болса мен өзімнің күшімді қосайын, маған пицца бер. Міне флеш саған пиццаны бердім, енді осы пиццаны қаланың шетіне апарып таста, жақсы ма? 5 минуттың ішінде. Мына пицца шынымен де ауыр екен, ішінде қаншама пицца бар? Флеш, бұл пиццаны қаланың шетіне апарып таста аласың ба 5 минуттың ішінде? Апарсаң, менің күшімді қостым, қара, мен қалай тез жүретін, көрдің бе? Базар жоқ, флеш, сен мықты кетсің ғой. Жарайды, болса Симон, мен осы пиццаны апарып тастайын, маған $100,000 дайындай бер. Жарайды, $100,000 дайындай беремін, сен ең бастысы пиццаны апар. Жарайды, болса мен кеттім, 5 минуттың ішінде қаланың шетіне деймін, қаланың шеті мына жақта ғой деймін. Ондай болса былай тезірек барайын. Уақыт тоқтатып тастаймын, әйтпесе 5 минуттың ішінде үлгермей қалатын сияқтымын шынымен де ше. Сондықтан қазір тезірек апарып тастаймын. Мына пиццаны қайда? Ол пиццаны осы жерде емес, басқа жақта емес, қазір көрейік. Так, мен келіп қалған сияқтымын, қаланың шеті мына жақта ғой деймін, қазір тезірек барайын. Так, мына кісі ғой деймін. Сіз ба пицца заказ берген? Пицца заказ берген мен, сен ба пиццаны әкелетін? Міне көрдің бе, пиццаны 5 минутқа жетпей әкелдім. Сен флеш әкеледі деп ойламаппын, 5 минутқа жетіспей кәдімгі 1 минуттың ішінде әкелдің ғой, молодец. Осы үшін мен саған қазір $100,000 беретін боламын. Шынымен де $100,000 беремін
екен. Аға, ондай болса пицца ала беріңіз. Жарайды, несі мен саған $100 беремін, ала беріп $100. Аға, рахмет, онда пиццаны ала беріңіз. Рахмет, несі мен пиццаны ала берейін. Жарайды, несі пицца ала беріңіз, мен кеттім. Ема, маған $100 берші менде. Ема, базар жоқ, енді қазір мен ешкім көрмейтін жерге барайым да. Өзімнің 4-ші дәрежедегі костюмді ашайын. Ол қандай болады екен? Қазір көретін боламын. Сол 4-ші дәрежедегі костюм мықты бола ма екен, әлде мықты болмай ма екен? Мына 3-ші дәрежедегі костюмнің өзі осыншама мықты болатын болса, 4-ші дәрежедегі костюм қандай болады екен? Қазір мына жақ барайын, мына жақта ешкім жоқ сияқты ғой деймін. Қазір осы жерден мен 4-ші дәрежедегі костюмді ашатын боламын. Так, базар жоқ достар, көрдіңдер ме? Ема, мен кәдімгідей күшім өзгеріп кетті ғой. Ема, түрімді көндірем, мен робот сияқты флешіп кеттім. Базар жоқ, кәдімгідей мықты дәрежедегі костюм ғой. Ема, 4-ші дәрежедегі костюм осындай мықты болады деп ойлаппын. Мәссаған, кәдімгідей мықты ғой. Базар жоқ. Алысқа секіре алады еще. Ема, базар жоқ, қандай мықты болады деп ойлаппын. Ема, мен кәдімгідей 4-ші дәрежедегі костюм жеттім ма? Бұл ең мықты флештардың бірі ғой деймін. Мәссаған, андай болады деп ойлаппын. Енді не істеп отыр екен? Тағы да 5-ші дәрежедегі костюмды ашсам екен, әлде оны аша алмаймын екен? Қазір не істеп отыр екен? Қазір көретін боламыз. Так, не істеп отыр екен? Енді тағы да 5-ші дәрежедегі костюм ашсам екен? Мынау кім? Обратный флеш па не? Сен бағана менің ақшамды тартып алдың ғой. Енді қазір сенің көзіңді құртатын боламын. Осы үшін сен жауап беретін боласың. Ұқтың ба? Давай тұр, мен сені ұрып тастаймын. Мәссаған, обратный флеш кәдімгідей мықты екен ғой. Мен мықты емес па деп ойласам, сен мен ақшама кеткен үшін қазір жауап беретін боласың. Ема, тезірек қашайық, обратный флеш мықты ғой. Базар жоқ, қазір көзін құртпасам, мәссаған, базар жоқ, қазір сенің көзін құртатын боламын. Сен ба менің бағанама тиесен деген? Сен күшің көбейіп кетті, қалай мықты кеткенсің сен? Бірақ бәрібір мен сенің көзін құртатын себебі мен ең мықты флешпін. Қазір сенің көзін құртатын боламын, сен өзіңді мықты деп ойлап тұрсың ғой. Демек, қазір сенің шынымен көзін құртатын боламын. Мәссаған, базар жоқ, қайда қашып барасың? Мәссаған, мен ең мықты флеш шығып кеттім. Мен сенен де мықтымын. Қазір сен жауап беретін боласың. Ана флеш мен де мықты екен. Бірақ обратный флешті менен қалмайды екен. Қазір бұның көзін қайтсем құртуым керек, болмаса мына мықты ғой шынымен де. Қазір мәссаған, обратный флеш, сен өзінше мықтымын деп ойлайсың ба? Бірақ мен сенің көзіңді құртатын боламын. Себебі мен қаншама ақшаны тауып мен 4-ші дәрежеге шейін костюм көтеріп алдым. Мен ең мықты флеш кеттім. Сен болсаң жай ғана күшің жоқ обратный флешсің, бірақ сонда да сен көзіңді құртуым керекпін. Мәссаған, базар жоқ, қазір сенің көзіңді қайтсем де құртуым керекпін. Болмаса сен мықты болып кетейін деп отырсың ғой дейме? Базар жоқ достар, міне обратный флештің көзін құртқан сияқтымын, себебі қимылдамай жатыр. Міне айттым ғой саған, банкға тонауым керек еді. Енді көрдің ба? Енді жатырсың мында. Мен кеттім, болды, басқа қалаларды құтқаруым керекпін. Мәссаған, мен кәдімгідей обратный флешті спокойно жеңіп кеттім ғой. Ол баяғыда жаман мықты болатын еді, енді қазір мен оны спокойно жеңіп кеттім. Базар жоқ, мен мынандай мықты болады деп ойлаппын өзімді. Базар жоқ, мен стенаға шейін осылай өлмей аламын, Человек-паук сияқты. Ана мықты ғой кәдімгідей. Мен осыншама мықты болады деп ойлаппын. Ал достар, міне видео соңына да келіп жетті. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк және подписка кнопкасын басуды ұмытпа. Ал ондай болса, сау болыңыздар.